бармын дегенге баршылық, тармын дегенге таршылық, жоқпын дегенге жоқшылық, тоқпын дегенге тоқшылық келеді. Адамның сөзі қандай болса, өзі сондай, ал көңілі қандай болса, өмірі сондай. Жігіттің басында 3 гауһар болады: ақыл, сабыр, көрегенділік. Сабырға жетер дос жоқ, ынтымаққа жетер күш жоқ, тыныштыққа жетер бақыт жоқ, денсаулыққа жетер байлық жоқ. Ақылдың жауы ашу, сабырдың жауы асығыстық, білімдіктің жауы көре алмау қызғаныш. Осылардан сақтан. Ұлға білім берсең, сауатты ер шығады, қызға білім берсең, сауатты ел шығады. Тамақты жамандаған қарынның тоқтығы, туысты жамандаған ақылының жоқтығы. Сергелденге түссе мал жаман, ығыр болса ел жаман. Үлгісіз пішсе тон жаман, бесіктегі жас бала жетім қалса сол жаман. Атадан қалған 5 насихат. Біріншісі, орынсыз өтірік айтпа, өтірік несібеңді жеп қояды. Екінші, ішімдік ішпе, ішімдік сауапты жеп қояды. Үшіншісі, басыма іс түсті деп қайғырма, қайғы өмірді жеп қояды. Төртіншісі, садақа бер, садақа бәлені жеп қояды. Бесіншісі, әр нәрсеге қанағат қыл, қанағат күнәні жеп қояды. Әуелі адам болсаң өзіңді біл, кісіге сөйлей тұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай жаста не істейтін кезіңді біл. Биікке шықсаң, көңілің ашылар, жақсымен тілдессең, зейінің ашылар. Жиғаны бар адам емес, иманы бар адам бай. Кедейді кедей демеңіз, ол мәңгі олай өтпейді. Байларды бай ғой демеңіз, оған да бір зат жетпейді. Адамның бақытсыз болуының сыры 5 нәрседе жатыр: нәпсі құмарлық, атақ құмарлық, дүние құмарлық, менмендік және ашуға бой алдырғыштық. Үнсіз қалу көптеген келеңсіздіктен қалқан, ал мылжыңдық зиян. Тау белгісі тас болар, бар белгісі ас болар. Азған елдің ерлері бір-біріне қас болар. Дана адам бір нәрсе болатынын біледі. Ақмақтар ғана бәрін білеміз деп ойлайды. Санаң өсекке емес, білімге толсын. Жүрегіңе дүние емес, махаббат қонсын. Соқыр еркек пен мылқау әйелдің үйінде ұрыс болмайды. Қай істің өнуіне 3 шарт бар: әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. 3 нәрсе қайта келмейді: айтылған сөз, өткен уақыт, жоғалтылған сенім. Атың жебір болса, Құдайдың бергені, қатының жебір болса, Құдайдың ұрғаны. Өзім деп жей берсең, өшерсің, өзгелермен бөлісіп жесең, өсерсің. Өмір
ол мәңгі ұйқының алдындағы кішкене серуен.